Енді қазақстандықтар паспорт пен жеке куәлікті халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы арнайы биометрикалық терминалдар арқылы өздігінен рәсімдей алады. Бұл цифрлық даму және ішкі істер министрліктерінің бірлескен пилоттық жобасы. Жаңа жүйе Астана, Алматы, Шымкент облыс орталықтары мен Байқоңырдағы азаматтарға арналған үкімет фронт-офистерінде 28 тамыздан бастап іске қосылады. Жобаның басты тиімділігі кезекте тұрудың және көші-қон қызметінің мамандарына жүгінудің қажеті жоқ. Бұл жүйе өте қолайлы, жақсы жүйе деп айтсам да болады. Себебі соңға барған кезде адамдар очередте күтіп тұрады бір-бірін. Мынау өте ыңғайлы, халыққа жақсы негізінде. Менің ойымша, әрине цифрлы әлемде жеке басы куәландыратын құжаттың цифрлыққа өту бұл өте жақсы бір жаңалық деуге де болады. Әрине өте қуаныштымыз. Бірақ сонымен қатар біздің қауіпсіздік, яғни жеке деректердің тарап кетпеуін де жоғарғы деңгейде қорғаса деймін. Өмір болған кейін түрлі жағдайлар орын алады, кейде телефон болмай қалады, зарядкамыз өшіп қалады дегенде, осындай жағдайда біздің төлқұжатымыздың құжатымыздың баламасы болса, немесе біз жеке бір өзіміздің иіңімізді айту арқылы төлқұжатты кез келген жерде бір шығарып алып, оны пайдалана беруге септігін тигізсе дейміз. Бірақ қазірдің өзінде біз Каспий арқылы дейміз ғой, төлқұжатымызды көрсетіп жүрміз дегендей. Меніңше бұл халықтарды қуантатын жаңалық болады деп ойлаймын. Айта кету керек, бұл қызмет құжаттың қолданылу мерзімі аяқталуға 30 күннен аз уақыт қалғанда немесе жарамдылық мерзімі өткеніне 10 күннен аспаған жағдайда ғана көрсетіледі. Егер жүйеге енгізілген сурет немесе қолтаңба талапқа сай болмаса, өтініш жойылып, азаматқа SMS хабарлама жолданады. Ал терминалда 10 минуттан астам техникалық ақау туындаса, қажет бұрынғыдай қағаз түрінде рәсімделеді. Сонымен пилоттық жоба 28 тамыздан басталып, жыл соңына дейін жалғаспақ.